1-7 сабақ проценттерге берілген есептерді пропорцияны пайдаланып шығару. 146 тапсырма. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. 146 тапсырмада 8 метр 10 метрдің неше проценті дейді. 10 метр 100% болса 8x деп аламыз. X-іміз тең 80% шығады. Екіншісінде 19 килограмм 100 килограммның неше проценті? 100 килограмм 100% болса 19 килограмм x% дейміз. Сонда 19% шығады екен x-іміз. 147 тапсырмада. Қарбыз массасының 98% су, 5 килограмм қарбызда қанша су бар? 5 килограмм 100% болса, x 98%, x-іміз тең 4,9 килограмм. Екіншісі, кептердің ұшу жылдамдығы шамамен 17 метр секунд, ал қарғаның ұшу жылдамдығы кептердің ұшу жылдамдығының 90%-на тең. Қарғаның ұшу жылдамдығын табыңдар дейді. 17-де 100% болса, x 90% деп пропорция құрамыз, x-іміз тең 15,3 метр секунд. Үшінші тапсырма. АОБ үшбұрышының градустық өлшемі жазыңқы бұрыштың 65%-на тең. АОБ бұрышының градустық өлшемі неше градус? 180-де 100% болса, x градуста 65%. X-іміз тең болады 117 градусқа. 148 тапсырма берілген. Біріншісі. Саяхатшылар түске дейін 64 километр қашықтыққа барды. Бұл жүруге тиісті межелеген қашықтықтың 20%-дай. Саяхатшылар неше километр қашықтықты жүруді межелеген еді? 64-те 25 болса, x-те 100%, x-іміз тең 120 километр. Екіншісі. Бір аптада балықшылар 160,15 центнер балық аулады. Бұл олардың бір айда аулауға тиісті барлық массасының 30%-дай. Балықшылар бір айда неше центнер балық аулауға тиіс? 160,15-те 30% болса, x-те 100%, x-іміз тең 535 килограмм. Үшінші. Қиярды тұздау үшін 250 грамм тұз салынды. Бұл барлық тұздалған қияр массасының 8%-дай. Барлық тұздалған қияр массасы неше килограмм және грамм? 250-де 8% болса, 100%-да x-іміз тең 3125 грамм. Онымыз 3,125 килограмм. 149 бірінші. Қарбыздың жерге себілген 160 тұқымының 144-ті өнді. Қарбыз тұқымының өнімділігі неше процент? Біріншісі. 160-та 100% болса, 144-те x%, x-іміз тең 90%. Екінші. Бұйымның алғашқы бағасы 2800 теңге, оның арзандатылған бағасы 2380 теңге. Бұйым неше процентке арзандатылған? 2800-ді 100% деп аламыз да, 2380-ді x% деп аламыз. X-ті тапсақ 85% шығады, 100%-дан 85% азайсақ 15% арзандатылған. Үшінші сұрақ. 100 грамм тұзды су ерітіндісіндегі тұз 18 грамм. Тұзды су ерітіндісінің концентрациясы неше процент? 100-ді 100% деп аламыз, 18 граммды x% деп аламыз. X-ті тапсақ пропорциямен 18-ді 100-ге көбейтіп, x-ті 300-ге көбейтіп, 300-ге бөлеміз. Сонда 6% шығады. 150 тапсырма. Біріншісі, автобус бірінші сағатта баруға тиісті қашықтықтың 32%-ын жүргенде, әлі де жүрілмеген 127,15 километр жол қалды. Автобуспен баруға тиісті қашықтық неше километр? 100%-да 32, яғни 100%-дан 32% азайтып 68% шығады. Сонда 127,15%-да 68 болса, x-та 100% деп аламыз. X-ті тапсақ
187,5 километр шығады. Екіншісі дәптерге 24 бет бар. Мәдина дәптер беттерінің 25%-ны жазулар жазды. Дәптердің жазылмаған неше беті қалды? 24-те 100% десек, x-та 75% дейміз. Сонда x-іміз тең 18 бет. 151-ші тапсырма. Концентрациясы 8% болатын ас содасының судағы 450 грамм ерітіндісі даярланған. Оған 10 грамм ас содасын қосқанда ерітіндінің концентрациясы неше процент болады? 450 граммда 100% болса, x-те 8% дейміз. X-ті тапсақ 36 грамм. 36-ны 10-ға қосамыз тең 46 грамм ас содасы. 450-ге қосамыз 10-ды тең 460 грамм. Сонда 460-та 100% болса, 46-да x%, x-іміз тең 10% болады. 152-ші тапсырма. Домбыра жасайтын шеберхана бір айда 8 домбыра жасау керек еді. Олар бір айда 2 домбыраны артық жасады. Домбыра жасайтын шеберхана бұл айда жоспарын неше процент артық орындады? 8-де 100% болса, 10-да x%, x-іміз тең 125% шығады. 125%-дан 100% асасақ, 25% артық орындады. Екінші сұрақ. Тік төртбұрыштың ауданы 90 дециметр квадрат, ұзындығы 15 дециметр. Тік төртбұрыштың ең ұзындығы неше процентіне тең? Б тең 90-ды бөлеміз 15-ке тең 6 дециметр. Сонда 6 дециметрда x десек, 15 дециметрда 100%. X тең болады 40%. 153-ші тапсырма. Квадраттың қабырғасының ұзындығы 10%-ке арттырғанда оның ауданы неше процентке артады? Ауданын S тең A-ның квадраты болады. Сонда A-да 100% болса, X-та 110%, X-іміз тең 1,1 A. Жауабы 21,1% артады. 154-ші тапсырма берілгені екі ерітіндіден қоспа ерітінді дайындалды. Бірінші ерітіндінің массасы 500 грамм, концентрациясы 20%. Екінші ерітіндінің массасы 300 грамм, концентрациясы 30%. Осы екі ерітіндіден даярланған қоспа ерітіндісінің концентрациясы неше процент? Жауабы 25%. 155-ші тапсырманың берілгені оқушы 170 санының 40%-ын арттырып, оның 20%-ын тапты. Оқушы есептеу нәтижесіне қандай санды тапты? Жауабы 49.